Жобаның мақсаты Жаңаөзен қаласының экологиялық жағдайын жақсарту, біріншіден, жастарды белсенді экологиялық қозғалысқа тарату, қалада тұрақты жасыл жүйе қалыптастыру біздің мақсатымыз. Неге Жаңаөзен қаласы? Өйткені климаттың құрғақтығы көріп тұрғандарыңыздай, жасыл желектің аздығы, ағаштар аз, шөптер аз, газондар деген сияқты. Қоқыс мәселесі. Жалпы біздің Маңғыстау облысында қоқыс мәселесі күрделі түрде жүріп жатыр. Сондықтан қозғап отырмыз. Ерекше идея. Біздің мақсатымыз жалпы оқушыларға бір оқушы, бір ағаш қозғалысы. Әр мектеп оқушысы жылына бір рет ағаш отырғызады. QR-код арқылы ағашқа жауапты болады. Ағаштың өсуін фото, видео есепке көрсетеді. Бұл Қазақстанда толық жүйелі түрде іске алынбаған жаңа формат. Яғни бұны біз жаңа форматқа енгізетін болсақ, Жаңаөзен қаласы көркейеді. Жасыл өзен. Жалпы әр мектепте эко-клуб болатын болса, әр мектептен эко-блог жүргізетін бір адам шығатын болса, қала әкімдігімен байланыс болатын болса, ай сайын сенбілік болатын болса, Жаңаөзен қаласы неге көркеймеске? Құрғақ климат төзімді бақ жобасы Жаңаөзенге арнайы сексеуіл, жыңғыл, тұзға төзімді өсімдіктер, ғылыми негізде жасыл аймақ қалыптастыру. Жалпы біздің мақсатымыз волонтерлік жоба таза аула челленджі. Жалпы біз мектептен бастайтын болсақ, аула тазалау жарысы, бірінші мектептерден бастайтын болсақ, ол облыстарға өтіп көркейді деген ойдамыз. Бірінші аула тазалау жарысы, оны Инстаграмға салады, Инстаграм, ТикТок арқылы тарату. Үшіншіден, ең белсенді аулаға марапат. Ең белсенді болып, апта сайын тазалауға сенбілікке шығатын болса, марапат береміз. Сыйлығымыз болады. Экологиялық білім беру апталығы, ашық сабақтар, эко-квест, қоқысты сұрыптау ойыны. Жалпы балалардың көңілін көтеру мақсатында, балалардың ойына жететіндей қылып істейтін болсақ, бала өзі талпынады. Қоқысты бөлек жинау жүйесі, пластик, жаңағындай қағаз, шыны, батарейка мектептен бастау, қалаға тарату. Жалпы мектептен бастасақ, кішкентай садиктің өздерінен бастасақ, бүкіл қалаға тарайды. Жасыл мектеп моделі. Энергия үнемдеу, су үнемдеу, қайта өңдеу бұрышы, эко-бақ жүргізетін болсақ, барлығы көркейіп дамиды. Қоғамдық ұйымдармен серіктестік, жаңағындай Жаңаөзен жастарымен серіктестік құратын болсақ, қала әкімдігімен, жергілікті кәсіпкерлермен, мұнай компаниялары, белсенді ата-аналармен жаңағындай серіктестік құратын болсақ, онда үлкен Жаңаөзеннің дамуына бір үлесіміз болады. Қоғам дальше 3 жылдық жоспар. Бірінші жыл мектептің ішінен бастау, екінші жыл қала көлеміне шығару, үшінші жыл облыстық деңгейге тарату. Жалпы біздің мақсатымыз кішкентай жерден бастасаң, оны алып кететін адам болса, онда дамиды. Жалпы қала дамиды. Күтілетін нәтиже плюс 5000 ағаш, 70% оқушы, эко-белсенді қоқыс азаюы, Жаңаөзеннің жасыл аймақтарының көбеюі. Жалпы Жаңаөзенде жасыл аймақ жоқ болғаннан кейін, мана айтып кеткенімдей, соны көтеру мақсатында белсенді ағаштар отырғызу мақсатында жасалған ерекшеліктері, жастарға бағытталған бақылау жүйесі бар, нақты өлшенетін нәтиже қалаға бейімделген. Қорытындылай келе, Жаңаөзеннің болашағы біздің қолымызда. Бір ағаш, бір өмір, бір қадам үлкен өзгеріс.
Жаңаөзеннің дамуына үлес қосатын болсақ, онда біз неге Жаңаөзен көркеймеске? Жаңаөзен жасыл баққа толатын болса, қоқыстар азаятын болса, Жаңаөзен көркейіп, үлкен қалаға айналады. Менің жобам осы. Сау болыңыздар.